Ием, ұрысқа барық. Айтқаны. Саусаудың қолы мен Яншаудың қолы Гуаңдуда қырқысып жатыр екен. Байқасам, ол істің үдесінен шығатын орай келген секілді. Ием, неге сонша қуанып кеттіңіз? Саусау қолын бастап Гуаңдуға кетіпті. Шүйшан қаңырап бос қалды деген сөз. Қосынды бастап қырғидай тиейін. Бұл мыңда бір кезігетін оңтайлы орай. Ием, бұл жөнінде ұзақ ойлағаныңыз жөн. Қанша айтқанмен саусау жай біреу емес қой. Ханым, алаңдама. Бұл жолы Шүйшанды алғаным алған. Арбалышып, ұмтылыңдар! Kejimdi şep! Unutunlar! Құрыш кежімді қолаттаныңдар! Ой, қоян жүрек! Ауға тартқандарға өмір, шегінгендерге өлім! Қырыңдар! Ат ойланды! Қырыңдар!
Сауыттатты ол топ жарыңдар! Жаяу қосын ұмтылыңдар! Ұмтылыңдар! Чебіміз аласапыра болып кетті. Менше қосыны шегіндіргеніміз жөн сияқты. Жоқ, қырқысамыз! Қорыққандар өледі! Ұмтылыңдар! Ұмтылыңдар! Қараңызшы! Сау-саудың құрыш кежімді қолы шебіміздің ортасына кіріп ойран шығады. Енді шегінбесе қапы қаламыз. Ем! Болмайды! Не қарап тұрсыңдар? Тез емнің арбасын шегіндіріңдер, болыңдар! Ем! Бері тыңдаңызшы, шегінейік! Шегінейік! Шегіндіңдер! Шегіндіңдер! Шегінейік! Шегініңдер! Шегінейік! Болыңдар! Бауырластар! Шаудың басын алыңдар! Алға! Ұмтылыңдар! Kılıç! Bas vezir! Yaşav kaçtı! Yaşav çekildi! Onun basını alınlar! Eğer o ölmese kayta kuturadı! Yaşav öldürünler! Yaşav öldürünler! Yaşav öldürünler! Öldürünler! Менің жанымды алғалы келдің бе? Ен Сұлтанның жақсылығын көргім. Бүгін соны ақтайын деп келдім. Қалай ақтамақсың? Ен Сұлтан, жүре беріңіз. Сау-саудың қолын мен тосамын. Леубей, қанша жасақпен келдің? 5000-ға жетпейді. 700 мың жасақпен жеңіліп қалғанда, сенің неше мың жасағың неге тұрады, ей, айналайын? 700 мың жасақпен жеңілдің бе? Астапыралла. Сен өзі қалай ұрыс жасағансың? Сау-саудың қолы 700 мың жасақтың басын бірден чапса да неше күн кетпей ме? Кішінім, Ен Сұлтан, жүре беріңіз. Қосынды қайтыреттеп сау-саумен сосын айқасыңдар. Күйіктен өлер болдым. Тәңір маған емес, сау-сауға көмектесіпті. Ем, тезірек кетейік. Енді кетпесе күлгірмейміз. Сау! Оңбаған қарақшы сен антырғанды ма? Ол бетте-бет қырқысса, маған шақ келмейтінін біліп, өстіп құлығын асырды.
Біріншіні шай ішкенше мені шүрет алдаdı. Әуелі татыласайық деп өтірік айтып көлгірсіді. Одан патшаны маған берем деп соқты. Соңында сарай сылқымдарын жіберіп, қосынымның ойын бөлді. Әттің! Ем, 4 рет сайқалдық істеді. Ем, Цау-Цау, ұрыс уақытын кешіктіру үшін сізді де шайға шақырды. Күн нұрының қосынымыздың жүзіне түсіп, көзін қарлықтыру үшін осылай істеді. Әй, әттің! Бәрі менің кінәм. Ал жасқан екем ғой мен. Бұл ұрыста мен жазықты болдым. Үш қосының обалына қалдым емес пе? Әй, әттің! Ем, тым күйзеліп кетпеңіз. Бұрынғылар жеңіспен жеңіл салма кезек деген ғой. Оның үстіне біз... Ем, қатты күйзелгенімнен бе бір адам есіме келді. Ол кім еді сонда? Атбағар Тяньфың. Ем-ау, ұрыстан ілгері ол талай рет дәт айтқан еді. Сау-сау қарақшы соғысқа шебер, оны жою үшін соғыс қозғаудың қажеті жоқ. Ауқымға бағып, оны тыныш шау жайлау керек. Ем, егер елді байытып, қосынды құдыреттендірсе, 3-5 жылда соғыс ашпай-ақ жеңіп шығады деген. Әй, бастапта оның сөзіне құлақ аспай, енді міне ойсырай жеңілмедім бе? Әй, ол қазір қайда? Жижуа вақтысында. Әй, ол қалайша вақтыға түседі? Ем, ұмыттыңыз ба? Оны өзіңіз абақтыға қаматтырғансыз. Ем, Тяньфыңның басы мен Цау-Цаудың басын қоса өртемек болған едіңіз ғой. Ой, бой, әттің, бол, тез бол. Тез жарлық түсір. Тяньфыңды дереу қоя берсін де, оны менің күймеммен Гуандудағы шатырым алып келсін. Мен оны маңызды міндетке қоям. Ләппәй. Тез бол, тез. Ем, менше Тяньфыңды босатуға болар. Бірақ маңызды міндетке қоюдың қажеті жоқ. Не үшін? Ем, сіз білмейсіз ғой. Мен Жижудың түрме күзетшісінен жаңа ғана хабар алдым. Сіздің Гуандуда жеңілген хабарыңыз Жижуға жеткенен кейін барлық санатты мәнсаптылар мен қаладағы қарағалықтың барлығы қайғырыпты. Жалғыз Тяньфың деген қораш небе абақтыда қарқылдап күліп, айызы ғана мәз болыпты. Тағы немене дейді? Оны айтуға аузым бармайтыр. Айт! Ем, Тяньфың абақтыда қарқылдап күліп, сізді барып тұрған миғұла би, тоңмой нақмақ, менің дан ақылымды тыңдамағандықтан міне бүгін келісіп жеңілді депті. Оңбаған антырған сұмырай жаутық неме. Мені қаралауға батылдық еткен екен, Келіңдер! Бармын. Ем. Менің алмас қылышымды алды. Дереу Жижуа бақсысына барып, Тяньфыңның басын кесіп әкел. Ләппәй. Әке, жеңілген жасақтарымыз түгел бекініске қайтып келді. Түгендесек әлі 400 мың жасақтық зор қосынымыз бар екен. Біз бастысы ауыр қарулармен соғыс арбасына жеңілдік. Әке, қосынымыз алғаш шайқаста жеңілгенімен, бірақ күш қуатымыз Сау-Сау қолының екесесінен көп. Тағы шайқасуға қаптал жетеді. Жарайды. Біз өткеннен сабақ алып, Сау-Сау қолын талқандайық. Жарлық! 3 қосын 5 күн тынығып алып, сайысқа сақадай сайлансын. Ақыл жаба, сіз расында көрік біл екенсіз. Не шаруа? Сіз маған Сау-Сау ұрысқа шебер,
Онымен белдескендер жеңілмей қоймайды дегенсіз. Мен әлгінде төреміздің Гуандуда ойсырай жеңілгенін естідім. Тұспалымның қатешы құн армандап едім. Өкінішке орай айтқаным келген екен. Менше бірнеше күннен кейін ем сізді қайта ордаға шақырады. Сен иемізді түсінбейсің. Ол көністе кен көрінгені мәнішше тар. Егер қосынымыз сау-сау қолын жеңген болса, ием қуанышта бұрын көкпесін ұмытып, маған кеңшілік істер еді. Бірақ қазір ойсырай жеңілді. Ол сөз жоқ, ашулы. Менің көрер күнім қалмады. Ақылшы, емнің ауызша пәрмені Тяньфың сұлтанды қаралап кешпес күнә жасады. Өзін-өз тындымессін дейді. Емді айтақтатқан шүйума готума, соны айтшы. Түсіндім. Бөкеуіл. Бармын. Маған қалғалам әкел. Еме өз етімді жазып қалдырайын. Ләппәй. Сардарау, менің абақтыда өлгім келмейді. Сәлден соң жұлдызды аспан астында тындым болуыма ерік бере аласың ба? Ақтық рет аспанға қарап самсыған жұлдыздарды көрсем деймін. Тілегіңізге құрмет етем. Көк тәңірі үйәншауға емес, сау-сауға болысқан екен. Қалаш. Көкектендім. Кектендім! Бас уәзір, бұл шайқаста қосынымыз 80 мыңнан астам жау жасағын жер жастандырып, қисапсыз қару-жарақ олжалады. Юаншау Гуандуда үлкен бекінісіне шегініп, орғазып, қамал тұрғызыпты. Енді шайқасқа шыға алмас бекен. Бізден қанша шығын болыпты? 20 мыңда жасақ жарланып, 7 мыңнан астам шәйт болыпты. Расында зор жеңіске жетіппіз. Мен қол бастағаннан бері мұндай зор жеңісті көрмеген екем. Бас уәзір, қосынның шаттығында шек жоқ.
Осылай шайқаса берсек, көзді ашып жұманша Жижуға жетерміз дейді. Егер осы кезде жау аяқ астынан тап берсе қайтесің? Тап берсе? Үйеншау шабуыл жасай ма екен? Айтпақшы мүбәді деймін. Олардың мас болып паңданғанына қарашы. Егер осы кезде Үйеншау лап қойса, келісіп жеңілеріміз даусыз. Жау қолы келмегені мен. Бірақ әмір қосынның бас саңғыны болған сен, олар тап береді деп тұспалдамадың ба? Түсіндім. Дереу сақтықты күшейтейін. Үйеншауды ойсырата жеңгенімізбен. Бірақ жау күшті, біз әлсіз болған салыстырма өзгерген жоқ. Үйеншауда әлі 400-500 мың жасақ бар. Кең, Йоу, Бейің дуандары оған астатөк астық жеткізіп күш қосып тұрады. Егер Үйеншау намыстан ерленіп кетсе, кейінгі айқас тіпті қиын болады. Оның үстіне Саужан-ау, астық жем-шөбіміз сарқылды. Бас уәзір, әлгінде құттықтау мәзірінде 100 күнге жететін астығымыз бар демеп едіңіз? Сендерді алдағам. Іс жүзінде 10 күндік астық қалды. Онда, бас уәзір, өзіңізге айтар ұсынысым. Қосынымыз жеңіске жетіп шалқып отыр. Ал Үйеншау қолы жеңіліп сасып отыр. Егер біз шегілсек, Үйеншаудың қуанып, қол соғары даусыз. Өкшелей қуалмайды. Қосынды шегіндіргім келмейді дейсің бе? Бірақ мұндай кезде шегінсек өкініштақ. Шын үйдің қасында болмағанын қарашы. Егер ол болса, қайту керек жөнінде ақыл көрсететін еді. Бекзада, бас уәзір хатында менен енді қайтуды сұрапты. Бас уәзір хатында астық пен жем-шөптің таққа таусылғанын айтыпты. Ұзақ соғысуы қиын. Егер Үйеншау қосынымыздың астығы жетпей жатқанын білсе, қыбыр етпей жатып алады. Сонда қосынымыз ырықсыз күйге түседі. Бас уәзір хатында қазір шегінсек тым өкінішті. Бұл аса оңтайлы орайды өзіміз текке жіберіп, Үйеншауға тыныстайтын мұрсат бергенмен бірдей болады депті. Шын мырза, әкем қатында шегіну мен шегінбеудің пайда зиянын жазған екен. Сонда біз шегінеміз бәлде алға ілгерілей береміз бе? Жақсы сұрадың, Бекзада. Сонда сенше бас уәзірдің ойы не? Білмедім. Балды, мен айтып берейін. Іс жүзінде бас уәзірдің шегіну ойы болған. Тек оны тік айтқысы келмей отыр. Онан қалса, мені қосынды шегіндіру жөнінде ақыл айт деп тұр. Осылай болғанда ол алдыңғы шептегі сарбаздарға астық пен жемшіп сарқылды, шүнге қосынды шегіндір деп жатыр дейді. Бұға мен бойсынбай қайтем. Әкем расында сұңғыл екен. Бас уәзірдің сұңғылалығы жер бетінде бірінші орында емес. Қайта екінші орында. Онда жер бетіндегі бірінші сұңғыла кім болды? Оны жүре көрейік. Әкем сізге қосынды шегіндіру жөнінде ақыл айт депті ғой. Сонда сіз қандай кеңес бересіз? Мен бас уәзірге шегіну емес, қайта шеру тарту жөнінде ақыл берем.
Бас вәзірдің әскер шегіндіру әсте болмайды. Янша ойсырай жеңілгенімен әлі 4 туаны ырғын байлық ырысты жері бар. Жерінен тау төбе астық өнім қоймай, қисапсыз жасақтар қанаттанады. Уақыт бас вәзірге емес, Яншауға тиімді. Десе де, соғыс жағдай Яншауға емес, бас вәзір сізге пайдалы. Бас вәзір орайды қапы жібермей опырып қалуы керек. Менше осындай сәтте қорқыныштысы астық жем-шөптің таусылуы емес, қайта бас вәзірдің жан дерті. Бас вәзір алғашқы шайқаста зор жеңіске жеткенімен ауру уайымда қалған екен. Жеңуге сығып, жеңілуден үрейленіп қапты. Осындай керемет ақылманым тұрғанда, Яншауды неге жоймасқа? Бас вәзір, қосын шегіндіреміз бе? Шегіне деушілердің бас алынсын. Үш қосынға жарлық, қару-жарақтарын сайлап, енді ұрысқа сақадай сайлансын. Ләппәй. Бас вәзір, жем-шөпті қайтеміз? Шилжуда неше ған бастық бар. Дереу Шилжуға чаптыр, астық пен жем-шөп жеткізіп берсін. Ләппәй. Ақылча, мен қадағалай көз жүгірттім. Сау-сау қосыны 3 қабат қорғаныш жасапты. Ең сыртқы шепте қорғаушылар бекінісі. Бас шатырдан неше шақырым қашықтық екен. Шығыс, түстік, терістік, батыс мүйістер орналасыпты. Онан кейінгісі ат шарлаушылар. Әр 2 сағатта бір аламан басы 100-дей ат жасақты бастап шарлау жүргізеді. Үшіншісі қарауыл текшесі. Ақылшы қараңызшы, бір салтат суыт кетіп барады. Бұл қайтседе, сау-сау бекінісінен көмек сұрауға бар жатқан шабарман. Жүйрік аттармен қуып жетіп, үнін өшіріңдер. Ләппәй! Қат бар екен, жүріңдер! Ақылча! Шынында, айтқан жерінен шығыпты ау. Осы жолы, сау-сау, ажалың жеткен шығар, ә? Ием, Жежу мен Южудағы көмекші қосын бүгін іркес-тіркес жетті. Чеңжудағы мол астық ертең жетуі мүмкін. Сонда қосынымыздың атты жасағы 80 мыңға, жаяу жасағы 250 мыңға, су жасақтары 100 мыңға, бәрін қоссақ 430 мыңнан асады. Астық пен жем-шөп 100 күнге еркін жетеді. Жарайды. Қосынымыздың бір бөлегінен айырылсақ та, әлі де жасағымыз көп. Астық мол. Менен жарлық. 3 қосын 10 күн тынықсын. Сосын сау-сауды қалай жойғанымды көрсін. Ием, тағы бір болмаш іс бар еді. Естіген соң ашуланбасаңыз етті. Айт. Ие аймағының бас уәлиі маған бұл аймақ әсілі 50 мыңдағыр астық бермекші екенін. Бірақ оны бақылайтын Шүйудың ұлы өзі қылғып 30 мыңдағарын жеп қойған. Сондықтан астықтың кешіккенін құпия айтты. Бұл да болмаш іс бе? Үлкен жау алдымызда. Астық тағдырға саяды. Ұлының қиянат жасағанын Шүйу біле ме екен? Абақтыдағы ұлының мойындауынша
шүйеу шет жағасын біледі екен. Өйткені ол осы неше мыңдаған астық әкесін арнап сарай салғызбақшы болыпты. Шүйеу мені қарабет қылған екен. Ол істі қазірше жабатыр. Ұрыс аяқтаған соң, бұл істің анық-қанығына жететін болам. Ием, соңғыр екенсіз. Ием! Сау қарақшының құритыны белгілі болды. Жеңетін орай қолымызда. Готуда бар екен ауа. Сау-саудың құритыны қалай белгілі болды? Ием, бүгін түнде алғашқы дабылда жасауылдар дертіп, сау-сау қосынының бас бекінісін аңдыған едім. Ол қат-қабат қорғаныш жасапты, салғыртыққа салынған. Ешқандай күй байқалмайды. Солай болса, ол құри қалар ма екен? Ием, абыржымаңыз. Мені тыңдаңызшы, ат басын бұрып, бекініске қарай қайтарымда, сау-саудың бекінісінен салтатты бір ұдың шұрта шығып, Шижуға қарай шапқанын көріп қалдым. Оның үстіне... Білдік, ол шабарман болды ғой. Шабарман? Готуаба, жарым түнде бекіністен шыққан шабарманның не қылғалы бар жатқанын білесің бе? Ием, қазір біз сау-саудың қолымен тіресіп тұрмыз. Олар зор жеңістен кейін қалайша қат-қабат қорғаныш жасайды, жарым түнде салтатты біреуді неге шаптырады? Мұнда сөз жоқ, кәдік бар деп ойладым да. Жүйрік атты қуғыншыларды жібердім, әлгіні садақпен атып түсірттім. Қойынын тінсек, сау-саудың жарлығы бар екен. Ием, міне көріңіз. Сау-саудың астығы сарқылап, соғыс қаруы кеміген анық. Ол енді табанда тұра алмайды. Сондықтан Гуандудағы қатерден құтылу үшін Шижудан астық, жем-шөп, қару алдыруға кісі жіберген. Ием, мен жарлықты оқыған соң ғана сау-саудың қат-қабат күшті қорғанысының жалған көрініс екенін сонда бірақ білдім. Сау-сау шын-кейпін бүркемелемек екен. Ием, сау-маңдының өлердей шошитыны біздің шабуылымыз. Шүйеу, сонда қандай ойың бар? Ием, осы ұтымды орайда қалт жібермеңіз. 400 мың жасақты қалып қосын өркөштеген тасқындай бірақ шықсын да, екі жолға бөлінсін. Бір жолдағы 100 мың адамды қол Гуандудағы жаудың бас бекінісіне лап қойсын. Енді бір жолдағы 300 мың сайлау жасақ күн түнімен ескүйе Шишанға тарсын. Ием, осы екі жолдағы қолдың қайсы табысқа жетсе де, сау-саудың құрығаны сол. Өз басым, екі жолдағы қолда сөзсіз жеңіске жетеді деп ойлайым. Бұл сау-саудың кәнігі сайқалдығы. Емді алдай алушы ма еді? Готу, мұны қалай сайқалдық деп тұрсың? Сау қарақшының қара тұяғынан қал кеткен айқын. Сау-сау саған қасақана көрсетіп шабарман шаптырып отыр. Саған жалған жарлықты беріп, қосынымыз түнде өзінің бекінісіне шабуылдауға еліктірмекші. Ал өзі әлде қашан тор құрып, торғыл жайып қойды. Бізді келіп қақпанға түссін демекші. Ием, сау қарақшының астығы сарқылып, құрал тапшы болып отырғаны айдан анық. Бұл біздің оны жоюдағы ең ұтымды орайымыз. Ием, егер сау-сау әлденіп алса, онда біз орайдан қапы қаламыз. Әуелі! Ием, мына жарлыққа мүлде сенуге болмайды. Ием, ұмыттыңыз ба? Неше күннің алдында сау-саудың патша нараға салып көз бояп татуылы сияқты көл көрсігенін білмейсіз бе? Патша ағзамға қулық істеткен сау-сауға бір жарлық неге тұрады дейсіз? Раса орас. Ен тағы сау қарақшының тұзағына түсе жаздап мынау. Шүйеу, мұнан кейін айтарың болса, жүз ойланып мың толған.
Е, сау-саудың бұл жарлығының шын өтірігін сараптамай доғара тұралақ. Бірақ менің мүлде ойламағаным, ана қарақшы сау-саудың сан құбылған сайқалдығы салған үрейі басынан асып кетті. Бұл не дегенің? Өйткені сен көту сау-сау басқан тұрған жерінде тұзақ құрады, қармақ тастайды, қулығы көп деп білесің. Сондықтан көп адам оның өзінен бұрын жайылған ықпалынан қорқады. Іс жүзінде сау-сау оншалықты құдіретті емес. Бірақ сен сияқтылардың көкейінде күрей сау-сауды құдіреттендіріп жіберген. Шыйыл, қиқуың жетті. Ем. Ем, кешіріңіз. Ем. Менің ілуде бір салған қиқуым. Саумыңдының өмір бой үргенінен әлде қайда жақсы шығар. Ем, Тянфың абақтыда өзін өлтіріп алды. Ол өлді ме? Өлді. Оның өсиеті бар ма екен? Тянфың өлерінен ілгері Емі өсиет қалтырыпты. Көңілім астан кестең. Сен оқи бер. Ием, менің өлім хабарымды естігенде сөз жоқ өкінетім боласыз. Өйткені пақырыңыздың білері шанақты болса да, бірақ өлімге кесілуге тиіс демесем. Жарлық беріп өлтірттіңіз, мұнда сөз жоқ, қораш біреу от жақты. Ол дәл адалсынып алған шүйеу. Ол бала кезінде сау-саумен дос болған. Әлі қимас құрбылар. Оқшау тұрғанымен байланысы бар. Хат алысып тұрады. Егер иемсіз сау-сауды жеңсеңіз, шүйеу сізге шексіз адал болады. Егер жеңілсеңіз, онда ол сізге сатқындық істеп, жауына бағынады. Бұл... Бұл Тянфың өлерінде жүрегіме қанжар қадап кетерін мүлде ойламаппын. Шыйыл, сен шынымен бала кезіңнен сау-саумен бірге жетіп бедің. Солай. Ием, менің ауылым мен сау-саудың ауылының арасы 2 шақырымға жетпейтін. Бала кезімде сау-саумен бірге оқығам. Бірақ иемсіз келгеннен бері сау қарақшымен от пен судай мүлде отасып көрмедім. Оны мен үш қайнасам сорпам қосылмайды. Сен алыста жүрсең де сау-саумен хатталысып хабарласып көрмедің бе? Жоқ, үйткем жоқ, мүлде үйткем жоқ. Бұл сөз жоқ. Тянфыңның маған жапқан жаласы. Ием, бұрынғыларда арамза өлерінде жастығын ала кетеді дейтін сөз бар. Мына Тянфыңның өлерінде маған жапқан жаласы әрине шындықтай сезіліп тұрған шығар. Жетер! Шыйыл! Сен өтірік айтып Тянфыңды өлтірттің. Андағы бақыр басың қазірше иығыңда тұрсын. Сау-сау қарақшыны жойғаннан кейін анық қанығына жетіп бір жайды етемін. Қараңды өшір! Миғұлла, жармесе келсің. Адал ақлыма құлақ аспадың. Басында тауықтың миындай ми жоқ. Бүйте берсе, мен де Тянфыңның артын құшарман.
Men mi? İyiyim. Sırtta bir konak gelip dur. Köne dostunuz şuyumun deydi. Siz ben kezdettim deydi. Şiyu?